Mine Vahabiler olar Allah'a dine beredi. Allah şektewli dep aytadi. Allah'ını pendege uqsattıradi. Allah'ның қолы бар, менің de қолым бар дейді. Allah түсет, мен де түсем дейді. Біз тәшбих ақида, Allah'ны pendege uqsattырмау керек деп айттық қой. Ол бір ширк. Кім Алла? Аллази лайса камисли шей ва хуа самиун басир. Аллах тағала ешқандай нәрсеге ұқсамайды. Онда тәфвизден 3 мақсат болды. Тапсырудан бір 3 мақсат бар біздерде. Бірінші, сипатты бекітеміз біздер. Біз истиуа деген сипатты бекітеміз. Истиуаны біз жоққа шығармаймыз. Дұрыс па? Нүзул деген сипатты бекітеміз, яд деген сипатты бекітеміз. Олар мүмкін сіздерге күмән салуы мүмкін. Сіз Құранды мойындамайсыңыз, истиуаны мойындамайсыңыз. Жоқ, біз истиуаны мойындаймыз. Исбат мауарада биша. Біз шариғатта келген қандай нәрсе болса бекітеміз оны. Біз айырмашылығымыз бұл мужассим Аллаға дине беретіндер мен біздің айырмашылығымыз біз аятты мағына да бермейміз. Олар мағына береді. Қолды, ятты қол деп мағына береді. Біз ятты қол деп те айтпаймыз. Ят деп аламыз. Қараңыз, истиуаны біз мағына бермейміз. Отыр деп айтпаймыз. Истиуа дейміз. Имам Ахмад рахималлах, «Вала кайфа, вала мағна» деп айтты. Оған кайфиятта мағына да бермейміз деді. Имам Байхақи рахималлах, Ал-И'тиқад вал Хидаят деген кітабында Имам Софиян бен Саури, Софиян Ойайна, Софиян Хаммад бен Салама, Хаммад ибн Лайс, Лайс ибн Саад, Имам Малик, Ахли Суннаттың айыммелерінен келтіреді, осы аятқа көзқарасын айтар. Барлығы айтты, «Аммирруха кама жаат бихи била кейфия» дейді. Олар айтады, осы аятқа қалай болса солай тоқталамыз дейді. Қараңыз, захирул мағна емес, олар захирул лафз, захирул лафзға тоқталады олар. Яғни лафз Құранда қалай келді ма, соны алады олар. Истиуаны келді ма Құранда, истиуаны біздер де аламыз. Онда біз истиуаны аламыз. Истиуа қалай келсе аламыз, бірақ захирул мағна емес, мағына бермейміз оған. Истиуа отырады, отырды, истиуа жаласа, қаада деген біз алмаймыз. Отырды, отырады деп оны алмаймыз. Дұрыс па? Біз истиуа, захирул лафзды аламыз, истиуаны біз мойындамаймыз. Исбат бекітеміз. Истиуа деген сипаты бар, Алланың яд деген сипаты бар, нузул деген сипаты бар. Дұрыс па? Раддул маани ас-сифат мухмун ли ташбих. Ташбихке жақын. Алланы пендеге ұқсаттыратын сипаттар болса, оны Аллаға тапсырамыз мағынасын. Тағы ол сипаттарды да Алладан пәктейміз. Қол деп келді ма, Алланы қолден пәктейміз. Көзден пәктейміз Алланы. Ол пенденің сипаттары. Нақс сипаттар, кемшілік сипаттар. Аллах субхану ва тааланың сипаттары 3-ке бөлінеді ағайындар. Сифатул камал, сифатул нақс, сифатул камал юхму ташбих. Яғни Алланың бір кемел сипаттары бар. Аллах субхану ва тааланың бір кемел сипаттары бар. Екінші, Аллах субхану ва тааланың кемшілік сипаттары бар. Кемел сипаттары мысал хай, Алла тірі. Инналлаха мәвжуд, Алла бар. Инналлаха қадирун аля шай, күлі шай. Алла тағала әрбір нәрсені жаратуға күші бар. Дұрыс па? Ол Алланың кемел сипаттары. Нақс сипаттар, яғни кемшілік, таза кемшілік сипаттар Құранда Алла субхану ва таала айтады. Нансахум кама насу лиқа яумихим хада дейді. Біз кәпірлерді ұмытамыз дейді Алла тағала айтады. Себебі олар қияметті ұмытты дейді. Ұмыту деген сипат Аллаға келсе ма, Раббымыз ұмытады бір нәрсені. Ол кемшілік сипат болды. Дұрыс па? Нақс сипат. Үшінші сипаттар камал сипаттар, кемел сипат, бірақ тәшбихке жақын. Яғни пендені Алланы пендеге ұқсаттыратын сипаттар. Истиуа, яд, айн, нузул деген сипаттар. Түсінеміз ба? Біз кемел сипаттары келгенде, кемел сипаттар қалай Құранда, хадисте келсе, біз ешқандай тафуил да қылмаймыз, тәуил да қылмаймыз оны.